Сәлеметсіздер ме? Мен бүгінгі ашайын деп отырған тақырыбым жігітім үнсіз кетті. Еш хабар жоқ, бірде бар, бірде жоқ болып кетеді деген сұрақтар көбінесе қойылып жатады. Соған ашайын. Осы тамыз айының аяғына дейін хабарласады ма, келеді ма, сіз туралы ой қандай, соны білетін боламыз. Олай болса бастайық. Так, тамыз айында жігітім хабарласады ма? Бастайық. Хабарласады ма? Бұл жерде жігіт тек қана сізді күтіп отыр. Екеулеріңіздің де сондай бір жаңағыдай қалай айтсам болады, бір көкіректік сондай жібермейді. Өзі хабарласын, жоқ бұл өзі хабарласын деген сияқты болып тұрсыздар. Сіз хабарласуға бата алмайсыз, ол сізді күтеді, звонок, кездесейік деген сондай нәрсе болып тұр негізі арада. Иә, қарым-қатынастарыңыз алшақтап тұр. Яғни кездеспегелі көп уақыт болған деп тұр. Бұл жерде бірге болудың ешқандай кездесудің ешқандай несін көріп тұрған жоқпын. Қарым-қатынастарыңыз суыған десем болады. Бұл жерде жігіттің көңілі бұрынғыдай емес. Ары қарай көрейік. Келеді ма жігіт? Егерде сіз бұл жігітке өзіңіз хабарласып, егерде бұл қарым-қатынас сізге керек болса, өзіңіз әрекет етіңіз деп тұр. Бұл жерде жігіт келуі, келмеуі сіздің қолыңызда деп тұр. Егерде сіз хабарласпасаңыз, ұзақ уақыт өтеді арада. Ұзақ уақыт болып кетуі мүмкін. Бұл жігіт ауыр сондай бір өзінің қоштасқысы келмей, сондай ауыр жүкпен, жаңағыдай жаралы жүрегімен бұл кетіп қалуы мүмкін. Бұл кеткісі келмесе де өзі кетіп қалуы мүмкін. Сіз егерде өзіңіз хабарласпай жүрсеңіз, бұл уже түсінеді, бұған мен керек емес екем деген сияқты өзі кетіп бара жатыр мына жерде. Ары қарай көрейік. Ой, бұл жігітіміз семейный болуы да мүмкін. Бұл жерде общий расклад болғандықтан мен общий айтып жатырмын. Бұл жерде жігітіміз семейный болуы мүмкін, яғни отбасылы болуы мүмкін. Бұл жігіт сізге деген сезімі бар. Сізді бір соткадан болсын, сізді бақылап жүреді, үнемі бақылаудасыз. Бұның көңілінде сіз сүйетіні рас, сізге көңілі бар. Сізді зерттеп жүр десем болады. Егерде сіз әрекет етпесеңіз, бұл мені қаламайды деген сияқты кетіп қалуы мүмкін. Бұл жанұясы бар сияқты, отбасы бар сияқты. Бұл жігіт отбасы бар ма, көрейік. Отбасы. Жұмысбасты адам. Қазіргі таңда өзінің жұмыс бабымен жүр. Өзінің бір мінезді, сондай бір жігіт мінезі бар. Сондай бір өз-өзіне сенімді жігіт. Өте сенімді. Енді осы айдың соңына дейін хабарласады ма, оны көрейік. Тамыз айдың соңына дейін. Яғни 1 сентябрьге дейін хабарласады ма сізбен бірге? Бірінші сіз туралы ойын білейікші. Жігіттің сіз туралы ойы қандай? Келгісі келеді кездесуге.
бірақ отбасы жағдайына байланысты бұған кедергілер бар. Бірге кездесуге деген. Жұмыс басты болғаннан кейін қайта жұмыс көрсетіп жатыр. Бұл жерде әйелін тыңдайды бұл. Әйел не дейді, соны істейтін еркек. Бірінші сезім бар ма жоқ па көрейік сізге деген. Мінезді, қазір сізге деген сезімі бар, бірақ тупик болып тұр қазір. Қарым-қатынас бірге емес, нашар деген сияқты. Сонымен бұл күрескісі келеді, бұл махаббатпен күрескісі келіп тұр, бұл қарым-қатынаспен күрескісі келіп тұр жігіт. Келесі сұрағымыз, осы айдың соңына дейін хабарласар ма, жоқ сіз хабарласасыз ба, көрейік, оны да көрейік. Бұл жігіт хабарласпауы мүмкін, хабарласпайды деп тұр. Сіз қатты күтесіз, жалғыз болуыңыз мүмкін бұл жерде, жалғыздық. Жол түсіп тұр, келет деген ойдасыз. Бұл жерде екеуіңіз екі жақта, бірге емессіздер. Бұл қазір өзінің жұмыстарымен жүр. Бұл қарым-қатынастан, басқа да жағдайлардан бөлек өзінің алға қойған жұмыстары сондай болып тұр. Сондай мәселелермен жүр қазір, жұмыс бабымен десем болады. Бұл сізді ойлайды. Ойлағанда қарым-қатынаста жақсы өткізген жақсы кездерді есіне алады. Сіз қазір жалғыз екенсіз көрініп тұр. Ары қарай көрейік. Хабарласпайды. Келем деген ойы бар. Келеді ма, нақтысын білейікші. Хабарласпаймын дейді, бірақ келгісі келіп тұр. Егер де сіз өзіңіз мүмкіндік берсеңіз, бұл шауып келейін деп тұр ғой. Бұл біреудің күйеуі, мына күйеуі ретінде шығып тұр. Махаббат үштігі шығып тұр. Тройка кубков шықты, яғни махаббат үштігі, любовница деген сияқты сондай болып тұр ғой. Енді махаббат үштігі. Сіз намек жаңағыдай мүмкіндік берсеңіз, бұл келетін түрі бар жігіттің. Сізге байланысты болып тұр. Ары қарай не болады, көрейік. Бұл жерде жігітіміз бір нәрсені күтеді сізден. Сіз как будто бір баурап алғандай манипуляция бар да, манипуляторсыз бұл еркекті тартатын. Бұл уже бұл қарым-қатынастан шаршаған болып тұр. Ойлай береді, кездесе алмайсыздар, тек ойлай береді. Содан шаршады бұл, шаршап жүр. Ары қарай көрейік. Повешенный, кубка мак. Сіз кәдімгідей тартасыз ол жігітті. Бұл жерде повешенный тұр, ешқандай қарым-қатынаста деген. Сіз жазбайтын сияқтысыз, мүлдем звондамайтын сияқтысыз. Өйткені тартылыс болмай тұр да бұл жерде. Кәдімгідей тартып тұрсыз ғой жігітті. Ол келгісі келсе отказ беретін сияқты болып тұрады ма, сол жігіт солай ойлайды. Сіздің тарапыңыздан тек қана күту. Екі ойлы болып тұрсыз, маған осындай қарым-қатынас керек па, яғни үшінші адам болғым келмейді деген сияқты болып тұрсыз. Екі ойлы. Жігітіміз өзіңіз хабарлассаңыз келетін сияқты. Осымен менің видеом бітті. Бұл общий расклад, біреуге сәйкес келеді, біреуге келмейді. Егер де сіздер жеке аштырам десеңіздер, мен WhatsApp номерімді қалдырам төменде. Хабарлассаңыздар болады. Мен сіздерді күтемін. Сау болыңыздар.